Сәлем достар, бүгін сіздермен Әсем Айтайжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Және сіздермен бүгінгі талқылайтын тақырыбым бұл дұғалар жайында болмақшы. Қазір мен осындай әдемі табиғатта сіздерге дұғалар жайында әңгімелеп бергім келіп отыр. Жалпы өзімнің өмірімде болған дұғалардың орындалуы және дұғалардың мысалы қалай дұға жасау керек, өзімнің де сондай қабыл болған дұғаларымның лайфхагын сіздермен көрсеткім келеді. Осындай күшті табиғатта қазір мен бурабайдамын және дауыс менікі қатты шықпауы мүмкін, өйткені менде қазір петличка жоқ. Оның үстіне кішкене аралар, масалар ұшып жүр дегендей. Сіздер оларға мән бермеңіздер. Сонымен бұл нәрсеге неге мен тоқталғым келіп жатыр? Жалпы дұғалар деген нәрсеге. Өйткені қазір ғана мен құрбыммен енді бірге келгендіктен осылай таудың үстіне шығып, ойланып, ой жүгіртіп, күнделік толтырып жатқанмын. Сонда мен 3 күнделігімді алып алдым. Біріншісі күнделікті жоспар қоятын, және екіншісі ол армандар күнделігі, жалпы өзім ішіндегі тілектерім, мысалы осы уақытта осындай тілегім орындалса ғой деген сияқты жазғандарым бар. Және үшіншісі ол шүкіршілік дәптерім. Сол шүкіршілік дәптерімді жазып жатқан кезде бір нәрсені байқадым: дұғамның орындалған. Және оның дұғамның орындалған тіпті мен шынайы өмірде былайша айтқанда білген жоқпын, бірақ маған сондай бір қуанышты болды сол нәрсеге ие болған кезде. Жалпы мен мына яғни Аллахтың ерке құлдары деген нәрсе бар ғой, соны мен естіген болатынмын, және соған сай Алладан былайша айтқанда бір еркелеп сұраған бір дұғам бар еді. Негізі көп кісілерді естіп жатамыз, осындай үлкен әпкелеріміз, яғни намазда жүрген деген сияқты, ол кісілер айтады, мысалы қыздар құрбыларымыз Әл-Уахаб деген есіммен, мысалы маған осындай Алла тағалам осындай күтпеген жерден сый берші, күтпеген жерден маған сүйіспеншілік берші, күтпеген жерден маған қуанышты хабар берші деп сондай дұға жасайды екен да кейбір кісілер. Сөйтіп айтып жататын, ой осындай орындалып кейін мен қатты қызықтым, мәссаған осылай орындала ма деп. Сөйтіп мен осы 3-4 күн болды солай бір дұға жасап көрдім жай ғана. Ол кезде менде тіпті Алланы тест ету болған жоқ, яғни Алла мен осы дұғама жауап бере ме екен, интересно деген сияқты олай қатты қараған жоқпын. Жалпы қайтсам болады, бір беріліп те ол дұғаны айтқан да жоқпын. Мен жай ғана Алладан сұрадым: Алла тағала маған осы жақын күнде өзім сондай қуанатын, өзім сондай мәз болатын, сондай маған бір сый берші, өзіңнен бір күшті бір сондай от души болсыншы деп сондай сұрадым да. Бірақ мен ол кезде ойлаған жоқпын, ол зат мысалы материалды бола ма, әлде сондай бір күшті бір қайтсам болады бір ой бере ма маған деген сияқты да. Өйткені Алладан келетін бізге әрбір зат ол міндетті түрде там машина немесе үй немесе бір жағдай, бір ақша, подарка деген сөз емес қой, яғни Әл-Уахаб, яғни сый беруші Алла тағаланың есімі. Вот сол сияқты солай жасап көрмей қарасам кеше ғана сол дұғам орындалыпты да. Шүкір айтамын, Алла тағала шүкір етсеңдер арттырамын дейді ғой. Шүкіршілік дәптерін жазып соны білдім. Сол кезде ойыма не келді білесіздер ме? Біз Алладан дұға еткен кезде біз жылап немесе бір сондай бір жалбарынып ондай жасаудың қажеті жоқ та. Біз ойлаймыз, Алла тағала біз только жалбарынсақ, бүйтіп тұрып тілесек қана орындайды, әйтпесе біз былай күліп сұрасақ орындамайды деп. Жоқ, Алла тағала біздің кез келген ситуацияда орындайды. Соған көзіміз жету керек та. Немесе біз тіпті дұға жасағанда мынандай принципті де қоймауымыз керек. Мен қазір сол принципқа үйреніп жатырмын. Яғни міндетті түрде дұғамды сол түннің 3-ші бөлігінде тұрып, яғни тахаджудке тұрып, немесе истихара оқып, яғни тағы қандай сол сияқты нәрселерді, немесе жаңбыр жауғанын күтіп, немесе қандай нәрселер бар, мысалы дұғаның күшті қабыл болатын кездерін деген сияқты, ондай нәрсенің мүлде қажет етпейді достар, шынымды айтайын. Мен всегда ойыма мынандай болады: дұға Алла тағала орындайын десең кез келген уақытта, кез келген ситуацияда орындайды. Яғни ол үшін бір керемет бір таң ертең тұрып сондай емес. Мысалы мен қайтсам болады, намаз оқыған кезде мысалы әр намазда тілеймін деген сияқты, ол міндетті түрде қабыл болады. Мен Аллаға айтамын: Алла тағала саған, яғни дұғаның қабыл болуы сен үшін бір определенный уақыт керек емес қой, саған сен кез келген уақытта менің дұғаларыма жауап берушісің деген сияқты. Вот сондай біздің миымызда сондай установка болу керек та. Яғни Алла тағала тек қана тахаджудте немесе тек қана мен сондай жылап жатқан кезде, мен қиналып жатқан кезде ғана мен дұғамды орындайды емес, мен бақытты болған кезде, мен қуанған кезде, мен сондай бір күшті болған кезде де ол менің дұғаларыма жауап беруші және сондай бір күшті маған нығметтерді беруші деп түсіну керек. Жалпы осы нәрсені айттым. Ол менде өзіме қандай дұға болды? Мен өзім көптен күткен бір нәрсені бір біліп алғым келіп жүрген, көптен күткен нәрсені қайтсам болады бір жасағым келіп жүрген, бірақ ол үшін маған бір ақша жинау керек болды да. Немесе ақша жинау дегенде сол ақшамды қия алмай тұрдым өзімше. Содан кейін ол нәрсе маған тегін берді, просто так бір адамды себепші етіп. Ол адамнан мен өзім сол кісінің бір услугасын сатып алғым келген негізі. Бірақ Алла тағала маған просто міне саған сыйлық деп беріп тұр. Бұл бір емес, бірнеше рет болды. Соның өзі енді ойлап жатырмын да, маған осындай
осындай алла тағала берген екен ғой деген сияқты. Және білесіздер ме достар, сіздердің дұғаларыңызға алла тағалаға айтпас бұрын сіз бірінші алла тағаланың сізде не бар соны сіз шүкір етуіңіз керексіз. Сіз аяғыңыз жүріп тұр, көзіңіз көріп тұр, мұрныңыз сондай иіскеп бүкіл нәрсені тұрсыз, сіз соған реально шүкір етуіңіз керексіз. Мен мысалы өзім білесіздер ме, астанада там басқа қалаларда жүріп анда мында жүргенге көп адамдарды көремін. Мысалы пойызда болсын, самолетта болсын, көп адамдар. Бір кісі мысалы жайдан жай бір жаққа бара жатқан жоқ, бір еміне барады, бір ата анасы қайтыс болады, немесе балаларын андай бір жақсы кәдімгі нормальный мектепке бере алмайды, яғни оны инклюзивный сондай обучениеға барады, балаларын дефектологқа барады, баласы дұрыс жүрмейді, баласында сондай бір нелер бар деген сияқты, немесе сондай адамдарды көрдім өмірде. Вот білесіздер ма, сіздер сол адамдарды егер де шын өмірде көретін болсаңыздар, өзіңіздің мына түріңізге ұялатын едіңіздер. Шынымды айтайын, сол кезде мен тіпті жылағым келген. Неге мен сондай шүкірсізбін, неге мен шүкір айтуды білмеймін, неге мен сондай өзімшемін, мысалы менде осындай нәрсе болмаған үшін неге мен біреумен өмірді яғни өзімді салыстырамын деген сияқты. Вот өзіңіздің нақты күйіңізге шүкіршілік етуіңіз керексіз. Білесіз ба, бір нәрсені қуану керек. Егер де сіздің ақшам болсын, бір қандай да бір отношение, қандай да бір білмеймін сондай заттармен сізді ала сынап жатса, это нормально деген сияқты да. Өйткені денсаулықпен сынаса, шынымды айтайын, сіз мәз болмайсыз. Мен қанша денсаулықпен сыналған адамдарды көрдім, бірақ олардың аллаға ешқандай бір претензиясы жоқ та. Былайша айтқанда, олар мысалы менде осындай халім бар, мен үйттім деп жылап жатқан адамды көрмедім. Ең шүкірі күшті адамдар, олар сол жаңағы мен айтқан, қайтсам болады, денсаулығынан мысалы яғни сыналған адамдар деген сияқты. Енді келесі кезекте мен сіздерге айтқым келеді, кейбір дұғаларым қабыл болды, сол дұғаларымды мен алладан қалай сұрадым деген сияқты. Әдемі жерлерге барғымыз келеді, қыздар, әдемі жерлерде елдерді көргіміз келеді. Сол кезде мынандай дұға сұрау керек: алла тағалам, мен сені осындай әдемі жерлерінде осындай көргім келеді, сені осындай әдемі жерлерде сені еске алғым келеді, және сен әртүрлі етіп бізді жараттың ғой. Құранда аят бар, біз сендерді бір-бірлеріңді тану үшін солай ұлттарға, сондай ұлыстарға бөліп жараттық деген сияқты. Сен солай жараттың емес пе? Мен сондай сенің басқа да ойлайтын, сені басқаша қабылдайтын, немесе сені басқаша танитын, мысалы басқа діндегі, басқа сенімдегі, басқа тілдегі адамдармен сөйлесіп көргім келеді, алла тағалам. Солармен бірге бір көргім келеді, солар қалай сен туралы ойлайды, немесе сенің сондай бір әдемі жерлеріңді сол жақтарға барып сені еске алып солай шүкіршіл состояниеда болғым келеді, алла тағалам маған соны нәсіп еткізші деген осындай бір дұғам бар. Яғни мен бұл дұғаны яғни осыдан 2 жыл алдын Турцияға баратын кезде сұраған болатын. Ол кезде мен толық шығынды өзім өтедім. Сол кезде мысалы аллаға айттым: алла тағалам, мен осындай Истанбул деген күшті қала бар, сол жақта көп мешіт бар екен, сол мешіттердің күшті мешіт бар, әлемдерге танымал, сол мешіттерде мен намаз оқиыншы деп тілеген дұғам бар, және сол дұғам орындалды. Сөйтіп қазір кейін бір барып келгеннен кейін есіме түседі ғой жаңағы нәрселер. Біз сол моментте есімізге түспейді да, аллаға шүкіршілік. Былайша айтқанда шүкір етеміз, алла тағала маған бергеніне шүкір, бірақ кейін есіңе түседі сенің нақты дұғаң қандай болғаны ше. Қазір де сондай состояниеде болып тұрмын, кеше ғана сол дұғам орындалды, бірақ мен қазір шүкіршілік етіп тұрмын да. Ол кезде де шүкір болып тұрды, состояние сондай бір рахмет деген сияқты, бірақ қазір ішімнен тереңнен сезініп тұрмын да. Вот сол жаңағы Стамбулда да сол жағдай болды. Яғни қарап тұрсам, мен Стамбулдағы ең күшті үлкен атақты мешіттерге барып намаздарымды солай бөліп оқыған екенмін. Әрқайсына ана мешітке кіріп оқып, мына мешітке кіріп оқып. Одан кейін сол кезде мынандай болды, біз бір жамағатпен құптан оқыдық. Сол кезде құптанда әртүрлі ұлт, әртүрлі нәсіл, әртүрлі тілдер, әртүрлі сондай бір ойлайтындар мүмкін алланы басқаша қабылдайтын шығар, білмеймін, мазхабы басқаша, бірақ барлығымыз бір сапта тұрып оқыған кезде менің бөлек сезімдерімді білмеймін жеткізе алмадым деген сияқты. Одан кейін тағы қандай, мысалы менің қазір мына видеомда мысалы диплом қарайтындар көріп отыруы мүмкін. Сол себепті мынандай бір дұға айтқым келеді. Мен диплом тапсыратын кезде қайтсам болады, диплом тексертетін кезде мен қатты уайымдағанмын, керісінше тапсырудан қарағанда. Өйткені тапсырған кезде менде сенімді болды, өйткені мені сондай үлкен күшті мұғалімдер, ұстаздар қарап дипломды дұрыс етіп берген кезде мен өзіме кішкене сабырлы болдым. Сол кезде тексеретін кезде білесіздер ма, бізде мынандай болды. Мен өзімнің екінді намазымды оқыдым да, алладан дұға еттім: алла тағалам, бізде осындай диплом тексеріп жатыр. Мен қазір қорқып тұрмын, білмеймін, мен ондай ұрыс естігім келмейді. Мен барлығының көзінше менің абыройым түскен қаламаймын. Өтініш, менің диплом сондай жеңіл өтіп кетсінші. Бүкіл адамдар менің дипломы бір қайтсам болады, бүйтіп тиісіп қалмасыншы маған деген сияқты да. Және сол дипломды өзім жазып шығуға маған сондай бір күшті ақыл, ерік жігер берші деген сияқты. Сол кезде білесің, зум болып жатыр, барлығын мұғалім былайша айтқанда қырып жатыр. 4-ші курстағы мынау не, анау не деп маған келген кезде сұрақ қойды: мынаны сіз өзіңіз жаздыңыз ба точно деген сияқты. Вот сол сияқты да, бүкіл нәрседен сондай жеңіл өтіп кету деген сияқты. Вот осындай нәрселерді мен сіздерге айта аламын. Негізі менің өте көп қазір ойлана берсем дұғаның барлығы
тіпті білесіздер ме, тек қана қолмен жайып сұралған дұға емес, тіпті ауызбен айтып жасаған дұға да қабыл болады. Мысалы осыдан қараңыздар, қанша 8 жыл алдын, немесе 8, қателеспесем 8 жыл алдын мен Алматыға оқуға барам, яғни мектебімді ауыстырам. Сол кезде бізде бір күшті мұғалім болды. Мүмкін кейбіреулер тануы мүмкін, ол кісіні Қизат ағай деген. Мен толық аты жөнін білмейді екенмін. Сол Қизат ағайдың сабағында бізде қазақ тілі әдебиетінен сабақ беретін. Сол кезде бізден сұраған оқушылар, сендер ата-аналарың үйретпеген не нәрсені сендер балаларыңа үйрететін едіңдер деген сияқты. Сендер саған ата-анаң саған үйретпеген нәрсені, сол не нәрсені сен балаңа үйретесің деп тұр сұрақ. Сол кезде білесіздер ме, барлық менің сыныптастарым айтып шықты. Мысалы, мен баламды осындай гимнастикадан үйретеді, мен баламды математикадан күшті болады деймін, мен балама осындай мәдениетті, сондай бір өзін қалай столда ұстау, сондай бір күшті нәрсені үйрететін едім дейді. Ал ең соңғы қалай айтсам болады, сөз маған келеді. Мен просто тұрамын да айтамын, мен балаларыма Құранды үйрететін едім деп айтқам. Кейін сол кезде ағай да біртүрлі болып қалды, өйткені мен кішкене мектепте қайтсам болады, өзім мінезім бар адам едім, яғни мені мұғалім үнемі сол кісі айтатын, бұл қыздың мінезі бар деген сияқты, өте сондай бірбеткей адам деп. Сол кезде таңқалып қалған болатын ол кісі, и мен өзіме таңқалып қалып, қалай мен аузымнан Құран шығып кетті. Кейін мен сабақтан шыққаннан кейін ойландым, жай айта салдым ғой, не обязательно олай бір Құран үйрету, мен өзіме ондай күтпеймін, Құран олай оқып деген сияқты. Содан кейін арадан 5-6 жылдан кейін мен Құран үйренемін. Сол кезде мен Құранға тіпті ойлаған жоқпын да келетінін деп. Мен бір кісілерден сұрадым, мен Алланы қалай танысам болады, сен осындай мешітке бар, и осындай ұстаз бар, сен осы ұстазға жаз, мен саған номерін беремін деді. Мешітке барып сол ұстаздан номерін алып ұстазға жаздым, ассалаумағалейкум ұстаз, мен осындай да осындай, осылай Алланы танығым келеді, кім екенін білгім келеді, ондай сабақ бар ма, мен сіздің сол сабағыңызға қатысайын деп едім деген сияқты. Сол кезде ұстаз тұрады да айтады, жақсы, онда ертең әліппе сабағы болады, осындай, соған келіңіз. Кейін мен түсінбей қаламын, мен әліппе оқимын ба, қалай деген сияқты. Сол кезде араб алфавитін оқыдық. Сол кезде қайтсам болады, мен сол кезде түсіндім, мен яғни Құранға бара жатырмын, бірақ шын айтайын, менде ешқандай ондай план болған жоқ, Құранды осы уақытта үйренемін, осы кезеңде үйренемін деп. Мен 2 шет тілін бітіріп шықтым, ағылшын және қытай. Маған көп туысқандарым айтады, сен неге Құран үйренбейсің, неге бір арабша біліп алмайсың, не қыласың қытай тілін, саған не керегі бар, сенің дініңе де ондай неге де келмейтін тіл, осындай деп. Сол кезде мен айтқан болдым, бірінші қытай тілімді, ағылшын тілімді күштілеп қатырып алайын, кейін арабшаға өтемін деп. Бірақ сол сөзім де қабыл болды, яғни қытай тілін де ағылшын тілін де дұрыстап алдым, одан кейін яғни арабшаға келдім деген сияқты. Сол кезде қарап тұрсам, сол кезде көп адамдарға айтамын да, әрбір тіпті аузыңнан шыққан нәрсе ол сенің дұғаң. Сол үшін де Алла тағала айтады, өздеріңе жамандық тілейтін нәрселерден аулақ болыңдар, өздеріңе өлім тілемеңдер, біреуге жамандық тілемеңдер. Еш уақытта Алла тағала бұны өте жек көретін нәрсесі. Мысалы, мен неге өле салмадым, мен неге бүйте салмадым деген сияқты. Сіз аузыңыздан ондай нәрсе шықпау керек. Неге менің жолым болмайды, менің жүрген жерімде шөп шықпайды деген сияқты. Жоқ, олай емес. Әр сөзіңізге абай болу керек. Мысалы, қырсық, шалғар деген сондай бір сөздер бар ғой, бір кинодан үйреніп алған, сондай жаман сөздер, олардан сақ болыңыздар. Немесе құрып кеткір, ондай сөзді ешқашан қолданмаңыз, өзіңізге де ешкімге де. Қатты таңғалып қалдым. Сол кезде бұрын қанша жыл, 8 жыл, 9 жыл алдын айтқан дұғам, қазір мен соны жасап жатырмын да, және соның жолында келе жатырмын. Былайша айтқанда, Алла тағала мені басқа да жұмыстарға солай дайындап жатыр деген сияқты. Сол себептен егер де сіздердің балаларыңыз болатын болса, осы эфир деппін ғой, видеоны көріп жатқан балаларыңыздың әрбір шыққан аузынан дұрыс сөз шығуына өздеріңізге мән беріңіздер. Өйткені біздің әрбір шыққан сөзіміз ол реальностімізге айналады. Яғни адамның ойы ол материальный деп айтады, яғни орыстарда, иә. Сол себепті біздің тек қана қол жайып сұраған дұғамызда емес, жалпы аузымыздан шыққан сөздер де дұға бола алады екен. Сізге рахмет, көп көріп жатқандарыңызға. Егер де видео ұнаса, және де өздеріңіздің қандай да бір қызық ой пікірлеріңіз болатын болса, осы видеоның комментарийіне жазып кетсеңіздер болады. Мен сіздер үшін қуанып қалатын едім.